баршаңызға сәлем. Бүгін осындай қатпар болып тұратын өте дәмді самсаны істеп үйренейік. Арнама тіркеліп алуларыңызды сұраймын. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен су, тұзымызды қосып, тұзды жақсылап ерітіп, ұнымызды ұн електен өткізіп, қаттылау қамыр елеп аламыз. Енді қамырымызды 20 минутқа демалдырып алып қоямыз. Негізі самсаның қамыры жұқа болуы маңызды емес дейді, бірақ жұқа болған сайын самсаңызда қатпарлы болып шығады. Менде осындай жұқалықта болды. Ал арасынан жағатын май мен осылай дайындап қоямын. Бұл 3 майдың қосындысы: тоң май, сұйық май және маргарин. Осылай дайындап алып, ерітіп, қаттамаға да, самсаға да қолдана беремін. Ал сіз 72%-дан асатын сары майды ерітіп қолдансаңыз болады. Негізі майды осылай менің тәсіліммен жасасаңыздар, қаттама болсын, самса болсын, өте сондай қатпар болып, әрі жұмсақ болып шығады. Осылай тартып орап жағып шығамыз. Ал енді видеодағыдай қамырымызды орап, тоңазытқышқа арасындағы майы тоңғанша салып қоямыз. Начинкамызға кірісейік. Менде пияз, картоп, құйрық май және ет. Сіз өз қалағаныңызша істесеңіз болады. Тұз, бұрышты қосып жақсылап араластырамыз. Лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Начинкамыз дайын. Ал енді арасындағы майы тоңған қамырымызды алып, бөліктерге бөліп аламыз. Мен негізі 35 граммнан бөлдім. Егер үйіңізде таразы бар болса, сізде солай бөлгеніңіз жақсы. Таразы жоқ болса, бір келкі етіп бөліп алыңыз. Осылай қамырымызды жаюға дайындап аламыз. Енді бір пиалаға ұнды алып қойып, жақсылап қарасаңыздар, мен тек шетін жайып жатырмын. Негізі самсаны осылай жайған дұрыс. Ортасы жұқа болып қалмайды, әрі қатпар болып әдемі піседі. Осылай тек шетін ғана жайған дұрыс. Әрі домалақ болып шығады. Начинкамызды барлығына бөліп саламыз да, енді мен түйу тәсілімен жақсылап қарасаңыздар болады. Егер білмейтін болсаңыздар, әрине осылай жабыстырып аламын да, осылай орап шығамын. Арнама тіркеліп кетулеріңізді сұраймын, мені қолдап. Міне осындай әдемі болып шықты. Енді жақыннан бір көрсетейін. Осылай орап шығасыздар. Өте әдемі болып шығады. Әсіресе қонақтар келген кезде осылай түйсеңіз. Енді барлығын табамызға жайғастырып аламыз. Мен бетіне жұмыртқа жақтым. Сіздер жұмыртқаның сарысы мен сүт араластырып жақсаңыздар да болады. Күшті шығады сол кезде. Барлығына бір келкі етіп жағып шығамыз. Барлық жеріне тиісін. Мен бетіне күнжіт қолдандым. Сіз мақ қолдансаңыз да болады. Әдемі болады. Ал енді 200-250 градуста қызарып піскенше ұстаймыз. Қараңыздар, қандай күшті самса шықты. Өте сондай көрінісі әдемі болып тұр. Қатпар болып өте дәмді шығады. Осы тәсілмен істесеңіздер, арасын бөліп те көрсетейін сіздерге. Рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Менің арнама тіркеліп, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Және осы видеоға коммент қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі рецептте көріскенше.